Сот залы іші тұнжырап тұрды. Ауа ауыр, адамдардың тынысы да естілетіндей тым-тыныш еді. Қыз орындықта қолын қысып көзін бір нүктеге қадап отыр. Оның жан дүниесінде бір дауыл тұрғандай қорқыныш, үміт, сенім бәрі араласып кеткен. Жігіт айыпталушы орнында тұр. Оның жүзі сабырлы көрінгенімен көзіндегі мұңды жасыру мүмкін емес еді. Ол қызға бір сәтке қарап алды. Сол қараста бәрі бар еді. Кешірімде, махаббатта, қоштасуда. Сот үкімі жарияланады деген судьяның суық даусы залды тіліп өтті. Сол сәтте қыздың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Айыпталушы кінәлі деп танылып, жыл мерзімге бас бостандығынан айырылады. Сөздер құлаққа жеткенімен мағынасы бірден сіңбей қалды. Қыз тек бір ғана нәрсені түсінді, өзгерді. Бір сәтте олардың болашағы қирап түскендей болды. Жоқ, бұл мүмкін емес деп сыбырлады ол, бірақ дауысын ешкім естімеді. Жігітті алып кетуге жақындағанда ол кенет бұрылып қызға қарай жүрді. Қарауылдар да оны тоқтатпады, бәлкім соңғы сәт екенін түсінген шығар. Маған сен, деді қыз жылап. Мен кінәсізбін, деді жігіт жай ғана. Бірақ дәлелдей алмадым. Қыз оның қолынан ұстап алды. Суық темір кісен олардың арасындағы жалғыз кедергі сияқты көрінді. Мен сені күтемін, деді қыз көз жасын тыя алмай. Қанша жыл болса да күтемін. Жігіт сәл жымиды. Ол уәденің қаншалықты ауыр екенін екеуі де түсінді. Уәде бердің бе? Иә, уәде беремін. Сол сәт олардың өміріндегі ең шынайы ең ауыр уәде болды. Қарауылдар жігітті алып кетті. Есік тарс жабылғанда қыздың ішіндегі бір нәрсе де бірге жабылғандай болды. Сот залы босап қалды. Адамдар тарады. Бірақ қыз орнынан тұра алмады. Ол тек бір нәрсені ойлап отырды. Мен шынымен күте аламын ба? Сол сұрақ оның тағдырына айналатынын ол әлі білмейтін. Алғашқы айлар қыз үшін шексіз ұзақ өтті. Әр күн бір жылдай, әр түн бір өмірдей сезілді. Ол жігіттен келген алғашқы хатты қайта-қайта оқи берді. Қағаздың әр жолы оның жүрегіне жылу беретіндей. Мен жақсымын. Сен уайымдама. Ең бастысы сенің күлімсіреуің. Қарапайым сөздер. Бірақ сол сөздер қызды ұстап тұрған жалғыз тірек болды. Ол түрмеге кездесуге де барып тұрды. Темір тордың ар жағында тұрған жігіттің көзі өзгермеген. Сол баяғы махаббат, сол баяғы сенім. Бірақ оның жүзіне уақыттың ізі түсе бастаған еді. Сен күтесің бе әлі? Деп сұрады бір күні жігіт. Қыз бір сәтке ойланып қалды. Бірақ бірден жауап берді. Иә, мен уәде бердім ғой. Жігіт басын изеді. Бірақ оның ішінде бір күдік пайда болған еді. Ол бұл сұрақты бекер қойған жоқ. Жылдар өте бастады. Басында достары қызды түсінуге тырысты. Кейін ақырындап сұрақтар көбейді. Қанша күтпексің? Өміріңді неге босқа өткізесің? Ол шыққанда бәрі бұрынғыдай болады деп ойлайсың ба? Қыз бастапқыда бұларға мән бермейтін. Бірақ әр сөз жүрегіне кішкентай жарықшақ түсіріп жатты. Үйде де қысым артты. Қызым, сен жасың, деді анасы бір күні. Өмірің алда. Бір адам үшін өзіңді құрбан етпе. Ол бір адам емес, деді қыз жай ғана. Ол менің өмірім. Бірақ уақыт өткен сайын бұл сөздердің салмағы өзгеріп бара жатты. Кездесулер сирей бастады. Ал хаттар бұрынғыдай жиі келмейтін болды. Кейде апталап, кейде айлап хабарсыз қалатын кездер көбейді. Қыз алғаш рет жалғыздықты шын сезінді. Көшеде жүргенде жұптарды көрсе, жүрегі сығылатын. Қасында біреу жоқ екенін қатты сезінетін. Бұрынғыдай сенімді емес еді енді. Бір күні ол жұмыста жаңа адаммен танысты. Ол жігіт жай ғана әріптес еді. Бірақ ол қызға жылы сөйлейтін, күлімсіреп қарайтын. Ең бастысы, ол әрдайым жанында болатын. Сен неге әрдайым мұңайып жүресің? Деп сұрады ол бір күні. Қыз алғашында жауап бермеді. Бірақ кейін бәрін айтып берді. Сен әлі күтесің бе? Деді ол тыныш қана. Қыз бұл сұраққа бірден жауап бере алмады. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Қолында жігіттің ескі хаты. Бірақ сөздері бұрынғыдай әсер етпейтіндей болды.
Мен шынымен күтіп жүрмін бе, әлде тек уәдеме байланғанмын ба? Сол сұрақ оның жанын жегідей жей бастады. Ал алыста темір тордың ар жағында жігіт әлі де сол уәдеге сеніп отырған еді. Уақыт бәрін өзгертеді дейді. Бірақ кейде ол тек сезімдерде емес, адамдардың өздерінде өзгертеді. Қыз бұрынғыдай емес еді. Таңертең оянғанда жүрегі ауырмайтын болды. Жігіт туралы ойлар енді күн сайын емес, сирек келетін. Ал келген кезде олар бұрынғыдай жылы емес, алыстағы естелік сияқты сезілетін. Жұмыстағы жігіт оның өміріне байқалмай кіріп кеткен еді. Алғашында жай ғана әңгіме, кейін бірге түскі ас, одан кейін ұзақ серуендер. Бәрі табиғи болды. Ешқандай уәде жоқ, ешқандай ауырлық жоқ. Сен күле бастадың, деді ол бір күні. Қыз өзі де соны байқады. Шынымен ол көптен бері дәл осылай шынайы күлмеген еді. Мүмкін мен шаршаған шығармын, деді қыз жай ғана. Күтуден бе? Қыз үнсіз қалды. Бұл үнсіздік жауаптың өзі еді. Сол күннен бастап ол өзіне өтірік айтуды қойды. Ол әлі де түрмедегі жігітті ұмытқан жоқ. Бірақ оны бұрынғыдай сүймейтінін түсінді. Бұл шындық ауыр еді. Өте ауыр. Бір күні ол тағы да кездесуге барды. Темір тордың ар жағында тұрған жігіт оны көргенде күлімсіреді. Бірақ бұл жолы қыз сол күлкіден бұрынғы жылулықты сезбеді. Қалайсың? Деді жігіт. Жақсымын. Қысқа жауап. Бұрын олар сағаттап сөйлесетін. Енді сөздері жетіспейтіндей емес, керісінше артық сияқты еді. Сен өзгеріп кеткенсің, деді жігіт кенет. Қыз оның көзіне қарады. Ол бәрін түсініп тұрғандай еді. Өмір өзгерді, деді қыз ақырын. Ұзақ үнсіздік орнады. Сен енді күтпейсің бе? Деп сұрады жігіт. Бұл сұрақтан қашып құтылу мүмкін емес еді. Қыздың көзіне жас келді. Бірақ ол жыламады. Мен білмеймін. Бұл ең ауыр жауап еді. Себебі бұл жоқ деген сөздің басы болатын. Жігіт басын төмен түсірді. Ол осы сәттен қорқатын. Бірақ бәрібір ішінен үміт үзбеген еді. Басқа біреу бар ма? Деді ол жай ғана. Қыз бірден жауап бермеді. Бірақ үнсіздігі бәрін айтып тұрды. Жігіт алғаш рет көзін тайдырды. Сол сәтте олардың арасындағы соңғы үміт те үзіліп кеткендей болды. Мен сені кінәламаймын, деді жігіт ақырын. Уақыт бәрін өзгертеді. Қыз шыдай алмай сыртқа шығып кетті. Оның жүрегі ауырып тұрды. Бірақ бұл басқа ауырсыну еді. Бұл жоғалтудың емес, қабылдаудың ауырсынуы. Сол күні кешке ол жаңа жігітпен кездесті. Ол қызға қарапайым ғана нәрселер сыйлады. Жанында болу, тірі махаббат, бүгінгі күн. Ал алыста темір тордың ар жағында бір адам әлі де өткен күнмен өмір сүріп отыр еді. Бірақ енді ол күндер қайтып келмейтінін екеуі де іштей түсінген. Көп жыл өтті. Түрменің темір қақпасы ауыр сықырлап ашылғанда жігіт алғаш рет еркін ауаны терең жұтты. Бірақ бұл ауа жеңіл емес еді, ол ішкі бос кеңістікпен араласып ауыр сезімге айналды. Ол сыртқа шықты. Бәрі өзгерген. Көшеде, адамдар да, тіпті аспанның өзі де бұрынғыдай емес сияқты көрінді. Бірақ оның ішінде бір ғана нәрсе өзгермеген, ол уәде. Мен шыққанда ол күтіп тұрады деп ойлаған ол сан рет. Қолында ескі хаттардың көшірмесі ғана қалды. Қалғанның бәрі артта қалған өмір болатын. Ол бірден қызды іздеді. Ескі мекенжай, ескі естеліктер, ескі сезім. Бірақ есікті ашқан адам басқа әйел болды. Бейтаныс. Ол мұнда тұрмайды, деді әйел жай ғана. Жігіттің жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қайда кетті? Біраз жыл бұрын көшіп кеткен. Үйленген сияқты. Сол сөздер ауада ауыр тас сияқты ілініп қалды. Үйленген. Жігіт ештеңе демеді. Тек басын изеп бұрылып кетті. Бірақ әр қадамы ауырлап бара жатты. Ол енді бос емес еді, ол кешігіп келген адам еді. Сол күні ол қаланы аралап ұзақ жүрді. Әр көшеде бір естелік бар сияқты. Әр бұрышта оның күтіп тұрған бейнесі. Бірақ шындық басқа еді. Қыз. Иә, ол шынымен ұзақ күтті. Бірақ өмір күтпейді. Ол бір күні шаршады. Бір күні күлуге рұқсат берді.
Бір күні жүрегіне тыныштық таңдады. Және сол таңдауы оны басқа өмірге алып кетті. Жігіт мұны түсінген сайын ішіндегі ауыр сезім күшейе берді. Ол сатқын емес еді. Мен кешіктім. Сол кеште ол өзен жағасына келді. Қараңғы суға ұзақ қарап отырды. Су бетінде өткен өмірдің бейнесі сияқты дірілдеген жарықтар көрінді. Егер мен кінәсіз болсам, неге бәрі осылай бітті? Деді ол сыбырлап. Жауап жоқ. Тек жел ғана. Сол сәтте ол бір шындықты түсінді. Кейде махаббат жеңілмейді. Бірақ уақыт оны жеңіп кетеді. Ал алыс бір жерде, жаңа өмірдің ішінде қыз кейде терезеге қарап тұратын. Бірақ ол енді күтпейтін. Тек еске алатын.